Адам өміріне араша түсетін дәрігерлік мамандығын таңдау үлкен жауапкершілікті жүктейді. Соның ішіндегі тіс дәрігері мамандығы бұл медицинадағы өте маңызды категория. Бұл сіздің тек кәсіби таңдауыңыз емес, бұл өміріңіздегі маңызды шешім. Себебі сіз әр науқастың өміріне әсер етесіз. Таңдау пәндері биология, химия. Егер сіз биология мен химияны жақсы көрсеңіз, стоматология сізге керемет мүмкіндік ұсынады. Бұл пәндер тек теориялық білім ғана емес, болашақ тәжірибеге негіз болады. Стоматология мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке дәрігер-стоматолог біліктілігі беріледі. Бұл диплом сізге кез келген заманауи стоматологиялық орталықтың есігін ашады. Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін түлектер мемлекеттік және жеке денсаулық сақтау ұйымдарында жалпы тәжірибелік дәрігер-стоматолог болып жұмыс істей алады және резидентура мен магистратурада оқуын жалғастыра алады. Мемлекеттік не жеке секторда жұмыс істеу мүмкіндігі бұл тек бастама, ал резидентура мен магистратура сіздің біліміңізді әрі қарай тереңдетеді. Тіс эмалі бұл адам ағзасындағы ең қатты зат екенін білдіңіз бе? Тіс тазалау құралы алғаш рет шамамен 5000 жыл бұрын ежелгі Мысырда жасалған. Адамның бірінші әсерін қалыптастыруда күлімсіреу ең маңызды факторлардың бірі болып саналады. Ал стоматологтар бұл жерде маңызды рөл атқарады. Мен негізі бала кезімнен медицина саласына қатты барғым келген. Тілім шығып бастаған кезден дәрігер болам деп айтатынмын. Кішкене ойлана келе, есімді жия келе, осы стоматология мамандығына түскім келді. Және де түстім. Пациенттерге, адамдарға жаңағыдай сапалы, жарқын күлкі сыйлаған ұнайды. Оқу мерзімі 6 жыл. Оның ішінде стоматология білім беру бағдарламасы бойынша денсаулық сақтау бакалавры біліктілігі берілетін бакалавриаттың 5 жылы және жалпы тәжірибелік дәрігер-стоматолог біліктілігі берілетін интернатураның 1 жылы. 6 жыл білім алу бұл сізді кәсіби түрде дайындап шығатын маңызды кезеңдер. 2024 жылдағы статистика мәліметтеріне сүйенетін болсақ, жалпы конкурс бойынша грант қатысудың ең төменгі баллы 135, жоғарғы балл 137. Ауылдық квота бойынша ең төменгі балл 132, жоғарғы балл 134. Мен Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде білім алдым. Бакалавриат және интернатураны тоже сол университетте оқыған болатынмын. Университет қабырғасында менде GPA балл бірінші орында болған. Қызыл дипломмен бітірдім, сабақ үлгерімі всегда жақсы болатын. Бұл мамандыққа 20 ғана грант бөлінеді. Осы жылы бір орынға 35 адам грантқа бақтарын сынаған болатын. Егер сіз осы тізімге кірсеңіз, бұл сіздің кәсіби әлемде орныңыз бар деген сөз. Стоматология мамандығына негізінде грантқа түсу өте қиын. Ең алдымен сабақ үлгерімі өте мықты болу керек, өте жақсы болу керек. Грантқа түскілеріңіз келсе, ол сапалы білім. Кішкентай кездеріңізден бастап сабақты жақсы оқу, қатты дайындалу, ынтаны салып, еңбек етіп дайындалатын болсаңыздар, оның ешқайсысы қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Өте көп еңбек қажет, оқу қажет, және де тәжірибені көбейту керек универ барысында. Күн сайын стоматологтар адамдардың өмірін жақсартып, олардың денсаулығын нығайтады және өзіне деген сенімділігін арттырады. Бұл мамандық тек жұмыс қана емес, бұл өнер, ғылым және көмек көрсетуге деген ниет. Егер сіз адамдардың өмірін өзгертуді қаласаңыз және осы жолды жүріп өтуге дайын болсаңыз, стоматология сіз үшін. Есіңізде болсын, болашағыңыз сіздің қолыңызда. Егер сізге видео ұнаса лайк басып, біздің арнаға жазуды ұмытпаңыз. Төменге білгіңіз келетін басқа мамандықтар туралы пікіріңізді жазыңыз. Сондай-ақ басқа мамандықтар туралы көбірек білу үшін біздің басқа да видеоларымызды көріңіз.